Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі керемет әрі нәзік болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның астына описанияға жазып қалдырдым. Жақын күндері қонақ күтетін болсаңыз, осы пирогты жасап көріңіз, әрі дастарханыңыздың шырайын ғана ашып қоймай, қонақтарыңызға да ұнайды. Мен оған сенімдімін. Осы видеом сіздерге пайдалы болса, мені қолдап, лайк басып, комментария жазыңыздар. Орташа отта сүтімізді жылытып аламыз, оның үстінен сары майымызды салып, еріген күтеміз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, өйткені сүт ысыған сайын майымыз өте тез еріп кетеді. Міне осылай ерігеннен соң газдың астын өшіреміз. Сүтіміз аздап суығаннан соң үлкен ыдысқа құйып аламыз. Құм шекерді саламыз. Тұзды саламыз. Ашытқы, яғни дрожжды салып, венчиктің көмегімен біраз араластырамыз. Араластырып болғаннан соң 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 20 минут өтті, әрі қарай ұнымызды аз-аздан салып, осылай 2 қасықтан салып аламыз. Тағы да венчиктің көмегімен араластырып, оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Қалған ұнды аз-аздан салып, қамыр жасауымыз қажет. Яғни бізде өте жұмсақ, нәзік, басқа қамырларға қарағанда өте жұмсақ болып шығатын қамыр шығады. Қамырымыз дайын, жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырдың құрамында ашытқы болғандықтан бетін орап, жылы жерге қойып қоямыз. Кемінде 1-1,5 сағат тұрады. Қамырымыз ашуы керек. Пирогтың салмасын, яғни начинкасын дайындаймыз. Ыдысқа сүзбемізді, қаймағымызды, қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны, жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен бір келкі болғанша араластыруымыз керек. Қамырымыз ашыды, дайын болды. Жұмсақ болып шықты. Ұнымызды астына сеуіп, қамырымызды жайып бастаймыз. Оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып, бір келкі етіп жаюымыз қажет. Қатты, қалың немесе қатты жұқа болудың қажеті жоқ. Міне осындай көлемде болады. Осындай тарелканың көмегімен мен өзіме шеңбер ретінде сызып аламын. Пышақтың көмегімен тек қана былай ізін ғана салып, осылай сызып алдым. Жандарын осылай кесіп шығуымыз қажет. Осы видеодағыдай жасаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Бәрін бір көлемде түзу етіп кесеміз. Видеодағыдай жасаймыз. Қамырымызды өруіміз қажет. Міне, мен өріп жатырмын. Байқап қарасаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Нәтижесінде өте әдемі өрілген қамырымыз дайын болады. Біздің өрілген қамырымыз дайын. Енді бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілуі қажет.
Міне қамыр көтерілді. Енді жұмыртқаның сарысын жағып шығуымыз керек. Өрілген жерлеріне ғана жағамыз тек қана. Ал енді салмамызды құйып аламыз. 35-40 минутқа 180 градуста пешке салып пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым. Осы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса, лайк, комментарий күтемін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.